қазақ елі міне Түркиядағы Гюнешлі деген ауылға келдік. Стамбулда міне біздің апайымыз 102 жасқа толды. Осы апайымыздың батасын алуға келдік. Апай, қалай Түркия сізді қалай қарсы алды? Түркияға қалай көшіп келдіңіз? Мен енді бастан айтайын. Türkiye келгенде айтайын не? Türkiye сізді қайтып қаршылап алды. Biz alғаш келгенімізде Пакистанға келдік қой. 41-ші жылы. Пакистан неше жыл? 13 жыл бақты. Киімімізді беріп, тамағымызды, жағатын отынымызды дейін беріп, ішетін жейтінімізді, жерім берді, үйім берді. Ал енді өзер ыстық болғаннан кейін тұра алмадық, әттен бір суық жер. Өзіміздің жеріміз, отанымыз секілді. Қар жауатын жер болса, салқын жер болса деп. Өлгеннен қалғанымыз. Біреу көрді ме? Жоқ, қасында тұрсын бала. Сонан келді. 41-ші жылы келді. 41-ші жылы келгенде келе сала Сарсүрек келіп әкетті. Сарсүректі білесің бе? Жоқ, білмеймін. Сарсүрек деген бір дерт болады екен. Сол жылы өзіміздің жерде де болыпты. Жерде де көп кісі қырылыпты. Біз ыстықтан қырылдық деп жүрсек, ыстық жақпай біз ыстықтан өлдік деп, содан өлдік. Өнен кейін енді бір салқын жер тауып алайық. Қалғанымыз енді бір түн болмаса бар. Тыныстап жүретін деп мұражат еттік Түркияға. Түркия о заманда Әдірем Андрес деген ұлығы бар. Емен қабыл етті. 1953-те келдік. Бұл жерде бақты күтті. Ауылдан үйін берді. Әр жерден. Жалғыз біздің бір жаңылыстығымыз. Ойда тұрасыңдар ма, шәрінің ішінде қырда тұрасың ба деді. О күнде үлкеніміздің бәрі түгел. Ойбай бізді тауға апарып тұрса, біз мал бағып, жанымызды бағамыз. Мал баққаса жан бақа алмаймыз деп. Ауыл-ауылға апарып, үйін беріп, жерін беріп, сиырын беріп, арбасын беріп, атын беріп, бақты. Оның кейін енді бала шағалы болғаннан кейін бүйтіп ауылда жашамайық. Баладарымыздың чәлінің ішінде іс үйренсе де, оқыса да осы жерге түсейік деп біз елдің алдымен осы жерге түсіп кеттік. Үлкен шараға. Солай емес тұрып қалдық. Біреуден жаманшылық көргеніміз жоқ. Түркі ағайындар жақсы қарсы алды. Ерте жатамыз, жай тұрамыз. Сен неге жай тұрып жатсың? Сен неге ерте жатып жатсың? Bir baskınlık görmedik. Türkiye cennet. Görgen kişiye, bilgen kişiye. Türkiye cennet. Bile böyle. Başka ne aytım deydi. Жақсы, рахмет. Сол қазақтарға айтарым, мынандай бір неше түрлі бір жаман сөздер естиміз. Міне Түркия мемлекетіне келіп, өшерден пана тауып, түркі ағайындар жақсы қарсы алып, өшерден жер топырақ беріп, осылай жүз жасап жатыр қазақтар. Razımız. Türkiye'mizge razımız.